Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен өзімнің кереметтей осындай дәмді әрі тез, оңай жасалатын рецептілермен бөліскім келеді. Бүгін алмалы пирог жасаймыз. Бұл алма пирогының ең кереметтілігі ішіне сухариларды осылай үгітіп, ұнтатып қосатын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары майымызды, қаймағымызды қосып, оның үстіне сухариктерімізді салып, осылай әбден май мен қаймақ сіңгенше араластырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін пергамент жайылған тавамызға әдемілеп орналастырамыз. Әдемілеп орналастырып алғаннан кейін 3-4 дана алмамызды әдемілеп қабығынан аршып, оны турап, осы салынған сухариларымыздың үстіне әдемілеп біртіндеп орналастырып шығатын боламыз. Мінекей осылай орналастырып алғаннан кейін, енді біз бетіне құятын салмамызды дайындаймыз. Ол салмамыз біздің бисквитный тестінің салмасы. Бұл пирогтың құрамын описанияға қалдырып кететін боламын. Егер менің каналым ұнаса, осы видеоларым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Енді бисквитный тесті дайындаймыз. Біз осылай 3 жұмыртқамызды шекер салып, әбден көпіртіп аламыз. Оған кейін жарты стақан ұнымызды салып, кішкене ванилин салып, осындай бисквитный тестіні дайындап аламыз. Мінекей дайындап алған тестіміз дайын болғаннан кейін алмамыздың үстіне бір келкі етіп әдемілеп құйып шығатын боламыз. Құйып шығып, қызып тұрған пешімізге қойып, 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Барлық пісіруі описанияға жазылатын болады. Описаниядан оқып, қарап жасауларыңызға болады. Өте керемет болып пісетін, жегеніңізде аузыңызда еріп тұратын бұл ерекше пирогты жасап көріңіздер, ешқандай да өкінбейсіздер. Өте дәмді болып шығады. Шай ішуге керемет пирог. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Осындай әдемі қып-қызыл болып пирогымыз пісіп шықты. Мінекей баршаңызға ас болсын.